Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кеспені қатыру жолымен бөлісетін боламын. Қонақ шақырған кезде, асыққан кезде, кез келген уақытта морозилкадан алып, осылай қолдана бересіздер. Өте ыңғайлы және де сорпаға салсаңыздар, осылай шашылып түсетін болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен осындай суымызға тұзды кішкене көбірек қосып, араластырып, тұз ергенше араластырып аламыз. Ұнымыздың ортасын ашып, жұмыртқамызды саламыз. Мен бір астау ұннан елегендіктен мен 4 жұмыртқа қостым. Және де суымызды құйып, осылай қолымызбен қатты баса отыра, суымызды шетінен құя отыра, қатты қамыр илейміз. Қамырдың қатты иленуі міндетті. Себебі қамырымыз жұмсақ болып қалса, қатыратын қамырымыз бір-біріне жабысып, сорпаға салған кезде ашылмай қалуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде осылай қатты қып илеңіздер. Міне байқасаңыздар, видеода қатты иленгені көрініп тұр. Енді осыны салафан қалташаларына салып 15 минутқа тындыруға қоямыз. 15 минут өткеннен кейін қамырымызды кішкене тағы да басып жібереміз да, осындай бөліп күлшелейміз. Менде үлкенірек 8 күлше шықты. Өзіме осылай ыңғайлы болғандықтан осылай үлкенірек қылып бөліп алдым. Егер сіздер өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай кішірек бөліктерге бөліп алсаңыздар да болады. Күлшелеген қамырларымызды осылай салфан қалташаларына салып, бірден қамырымызды жаюды бастап кетеміз. Міне осылай бірінші кезекте осылай қолымызбен жақсылап басып аламыз. Бұл қатты қамыр болғандықтан кішкене жаю қиынға соғады басында, бірақ кейін үйреніп кетесіздер. Қамырымызды көп тұрғызбай, осылай күлшелегеннен кейін бірден жайып кетіңіздер. Қолымызды шет-шетіне қарай баса отыра, осылай елеп жайып шығамыз. Нанымызды жайып болып қалған кезде жақсылап ұнды сеуіп, бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Және де кеспе кескіштің көмегімен осылай өткізіп аламыз. Осылай бір күлшемізді жайып алғаннан кейін бірден осындай кеспе кескіштен өткізіп, салафан қалташаларына жайғастырып, морозилкаға бірден саламыз. Міне осылай ұны азырақ болса, кішкене сеу жерге болады. Енді осылай салафан қалташаларына жалпақ етіп жайғастырып, бірден морозилкаға саламыз. Егер де сіздер осындай әр күлшені бөлек-бөлек салафанға саламыз, және де морозилкада қатырған кезде бір-бірінің үстіне қатырмайсыздар. Бастапқы кезде бөлек-бөлек қоясыздар да, одан кейін барып бір-бірінің үстіне қоюға болады. Және де ескеретін жайт, сорпаға салар кезде морозилкадан алған бойда қатты қайнап тұрған сорпаға саласыздар. Сол кезде езілмей тез ашылатын болады. Сұрақтарыңыз болса төменге қалдыра кетіңіздер, міндетті түрде жауап берем. Назарларыңызға рахмет.